достар, бүгін 9-шы сыныптың тағы бір нұсқасын қарап өтейік. 3-ші тоқсанға арналған 17-ші, 16-ші, 15-ші, 14-ші топ элементтері және олардың қосылыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тағы да бір нұсқасын талдап өтеміз. Бірінші сұрақ: галоген атомдары мен жай заттары қасиеттерінің өзгеруі заңдылықтарына байланысты тұжырымдардың бос орындарын қажетті сөздермен толықтырыңыз дейді. Бұл жерде сіздерде берілген фтор, йод қатарында жай заттардың тығыздығы өседі. Бос орындарға мен алдын ала сіздерге қойып шықтым. Өседі, түстері қоюланып, қайнау және балқу температуралары жоғарылайды. Топшада атомдық номері өскен сайын металдық қасиет өседі. Тотықтырғыш қасиет кемиді. Сондықтан тотықстандырғыш қасиеттері атомдық радиусы өседі екен. Келесі сұрақ: хлор күшті тотықтырғыш. Хлордың мына заттармен мүмкін болатын реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Жақсы, осы реакцияларды жазып өтейік. Қазір 1 минут карандашымды алып алайын. Ең алдымен H2 плюс хлор 2. Бізде болады H хлор. Реакцияны теңестіріп өтейік. Келесі феррум плюс хлор 2 болады феррум хлор 3. Себебі феррум бізде 3-ші валенттілікте тұрады. Хлордан 2 болғандықтан мұнда 2 қоямыз. Демек, хлордың алдында 3 қоямыз, ал мұнда 2 қоямыз. Реакция теңесті. Келесі калий бром. Хлор 2 плюс калий бром. Реакциямыз жүреді калий хлор плюс бром 2. Бұнда теңестіріп өтейік. Мұнда 2, мұнда 2 болады. Түсінікті, кеттік әрі қарай. 4-ші топшасының элементтері халькогендер деп аталады. Атом ядро зарядының өсуіне байланысты халькоген атомдарының сипаттамасы белгілі бір заңдылықпен өзгеретіндігіне байланысты сипаттама беріңіз. Сипаттаманы алдын ала беріп кеттік. Оттегі және күкіртке қатысты. Қалыпты жағдайдағы агрегаттық күйі оттегіде газ болады, күкіртте қатты кристалды болады. Түсі түссіз болады, күкіртте сары болады. Кристалдық торы оттегінікі молекулалық болады, күкірткіде молекулалық болады. Электротерістілік мәні оттегіде 3,5 болады, күкіртте 2,5 болады. Металдық қасиеттері көрсетілмейді. Сутегі қосылыстарының тұрақтылығы оттегіде су кемиді. Мұнда сероводород H2S осыған ауысады. Түсінікті. Аллотропиялық түр өзгерістері оттек, озон, O2, O3, кристалдық иілімді ромбтық күкіртте. Түсінікті. Кристалды, иілімді және ромбтық күкіртке сондай болады. Келесі сұрақ: қышқыл жаңбыр бүгінгі күннің негізгі мәселесіне айналуда. Қышқыл жаңбырдың пайда болуының 3 себебін жазыңыз. Ең алғашқы бұл ауаның газдармен ластануы, зауыттардың өндірістерінің қалаға өте жақын орналасуы және парниктік эффект. Осы парниктік эффектте зауыттардан пайда болады екен. Қышқыл жаңбырдың қоршаған ортаға әсеріне 3 мысал келтіріңіз. Топырақ қышқыл өсімдіктерге кері әсері бар. Металдық коррозия пайда болады. Кері әсері бар. Металдық коррозия пайда болады екен.
Келесі массасы 1 грамм сутек. Сутек газын хлормен синтездеу арқылы 32 грамм хлор сутек газы алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда өнімнің массалық үлесін анықтаңыз. Жақсы, бұл жерде ең алдымен реакция жазып өтек. H2 плюс хлор 2 болады. H хлор теңестіреміз 2 болды. Енді мольдік есеппен есептейік. Мұнда 1 моль, мұнда 2 моль. Соның мөлшерін анықтаймыз. 1 грамм бөлінген 2 грамм на моль болады 0,5. Міне мөлшерін анықтап алдық. Енді массасын табайық. H хлордың массасы, молярлық массасы 36,5 грамм. Ол бәрімізге белгілі. Енді шығынын анықтайтын боламыз. Шығынын анықтау үшін қайда жазсам екен? Мынаның астына жазайық. Шығынын анықтау үшін бізге масса практически бөлінген масса теориялық көбейтілген 100%. 32 грамм беріліп тұр. 32 грамм бөлінген 36,5. Жаңағы бұл молярлық массасы. Осыны көбейтесіздер 100-ге. Осының жауабы болады 87,67 екен. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Берілген реакция теңдеулерін аяқтап теңестіріңіздер дейді. Енді мынаны өшірейін. Сіздер жазып алған шығарсыздар деген ойдамын. Купрум NH3. Купрум HNO3. Бізде болады. Бізде болады купрум. Егер концентрациясында болса, купрум NO3 екеселенген плюс NO2 болады және су. Сұйытылғанда купрум NO3 NO2 реакциясы бірдей. Жай ғана бұның алдындағы коэффициенттерінде ғана мән өзгереді. Мұнда коэффициент 4 болады. Себебі мұнда жазып кетейін, жарайды. Купрум 2 электрон. Купрум плюс 2. N плюс 5. 1 электрон. N бізде плюс 4 болып тұр. Және 1, 2 болады. Соқтамның алдында 4 кетеді. NO2 алдына 2. Және судан 2. Ал сұйытылғанда купрум нулевой 2 электрон, купрум плюс 2, N плюс 5,
n плюс 5 плюс 1 электрон n плюс 2 3 2 болады. Демек, мынаны жоғары жағына осы нелерді қойып шықсақ, 8 көбейтеміз. 3 кетеді, 2 және 4. Түсінікті? Тотығы-тотығыздану реакциясы бойынша қайда кетті? Жазып шықтық. Жақсы, осымен біздің 6-шы сұрағымыздың соңына келіп жетіппіз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар. Бұл 9-шы сыныптың 3-ші тоқсанға арналған БЖБ номер 1-дің тағы бір нұсқасы. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Мен Өзерке Әлбекқызы. Пока-пока.